Сәлеметсіздер ме 4-ші сынып оқушылары? Бүгін сендерге денсаулық, бақыт, сәттілік, оқуда табыс тілеймін. Сабақ ғарышқа саяхат тарауы бойынша өтеді. Балалар, суретке қарап, не бейнелегенін айтып беріңіздер. Бұл не? Суретте не бейнеленген? Дұрыс, балалар, өте жақсы. Суретте Байқоңыр бейнеленген. Байқоңыр. Ғарышкерлер мекені қазақ жері Байқоңыр. Қай жер саған жетеді? Ғажап жерім Байқоңыр. Ерботиннің өлеңі. Сабақтың мақсаты. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы мәлімет аламыз. Жай сөйлем құрап үйренеміз. Енді балалар, қазір біз жаңа сөздерді дұрыс айтып үйренеміз. Зымыран, жер серігі, сынақ, кеңістік. Жаңа сөздерді қайталаймыз. Және сөздік дәптерге жазамыз. Зымыран, ракета. Жер серігі, спутник Земли. Сынақ, испытание. Кеңістік, пространство. Видеоны тоқтатып қойып, тапсырманы орындаймыз. Жаңа сөздерді дәптерге жазамыз. Жақсы балалар, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Енді балалар, сөздерді бекітеміз. Сөйлемдерді оқып, сұрақтарға жауап береміз. Жаңа сөздерді пайдаланамыз. Осындай жаңа сөздер берілген. Зымыран, сынақ, жер серігі. Аспанға тез көтерілді. Соңынан ізі қалды. Бұл не? Жаңа зымыран ұшырылды. Ғалымдар бақылап тұр. Бұл жерде не болады? Жерді алыстан бақылайды. Станцияларға түрлі суреттер жібереді. Бұл не? Балалар, назар аударыңыздар. Сөйлемдерді оқып, сұрақтарға жауап беріңіздер. Жаңа сөздерді пайдаланамыз. Өте жақсы. Енді балалар, тапсырманы тексереміз. Аспанға тез көтерілді. Соңынан ізі қалды. Бұл не? Дұрыс балалар, бұл зымыран. Жаңа зымыран ұшырылды. Ғалымдар бақылап тұр. Бұл жерде не болады? Дұрыс балалар, бұл жерде сынақ болады. Жерді алыстан бақылайды. Станцияларға түрлі суреттер жібереді. Бұл не? Дұрыс балалар, бұл жер серігі. Жарайсыңдар, сабақты ары қарай жалғастырамыз. Енді балалар, матынды мұқият тыңдаймыз, оқимыз. Матынның аты ғарыш айлақ. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Байқоңыр ғарыш айлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1957 жылы Байқоңырдан алғашқы зымыран
ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барады. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Мәтін бойынша жұмыс жасаймыз. Мәтін бойынша тапсырма орындаймыз. Дұрыс не бұрыс екенін анықтаймыз. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Байқоңырдан 1958 жылы алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып бармады. Енді балалар, видеоны тоқтатып қойып, тапсырманы орындаймыз. Жақсы балалар, өте жақсы. Енді тапсырманы тексереміз. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Дұрыс жауабы. Байқоңырдан 1958 жылы алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Бұрыс. Байқоңырдан 1957 жылы алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Дұрыс жауабы. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып бармады. Бұрыс жауабы. Жақсы балалар. Енді келесі тапсырманы орындаймыз. Жай сөйлемдерді құрастырып, дәптерге жазамыз. Байқоңыр ғарыш айлағы қай жерде орналасқан? Байқоңыр ғарыш айлағы қай жылы ашылды? Байқоңырдан қандай ғарыш кемелері ұшырылды? Бірінші сұраққа жауап береміз. Екінші сұраққа жауап береміз. Үшінші сұраққа жауап береміз. Жақсы балалар, енді тапсырманы тексереміз. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Байқоңыр ғарыш айлағы 1955 жылы ашылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс ғарыш кемелері ұшырылды. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді үйге тапсырма. 9-шы бет, 7-ші тапсырма. Өлең туралы мәліметті анықта. Және ссылка берілген. Назар аударыңыздар. Құрметті оқушылар, сіздер жаңа тақырып бойынша ең маңызды материалдар алдыңыздар. Басқа материалдарды өз мұғалімдерінен аласыздар. Егер сұрақтар болса, мұғалімге қойыңыздар. Сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.